Тағы да сәлем оқушым, геометриялық ұғымдар тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөліміне қош келдің. Біз соңғы рет бірінші бөлімде биссектрисамен тоқтаған болатынбыз. Ендеше кеттік, бисмиллах деп екінші бөлімді бастаймыз. Сабақтың жоспары бойынша алдымен теориялық бөлім еді. Біз дәл қазір әлі теориялық бөлімді өтіп жатырмыз. Содан кейін барып практикалық бөлімге көшеміз. Ал ендеше кеттік, бастадық. Енді сыбайлас бұрыштар. Жалпы сыбайлас деп атайды тұрғандай, ол бізде бір-бірімен көршілес тұру қажет, және бұл екі бұрыштың қосындысы 180 градусты құрау қажет. Енді сыбайлас бұрыш туралы айта кетейін. Алдымен бір түсінік қалыптастырып жатырмын да. Енді қараңдар. Бір қабырғасы ортақ дейді да, яғни бір қабырға алайық. Сосын қалған қабырғалары бір түзудің бойында жатыр. То есть, мен наоборот алып қойдым. Бір қабырға алайық, осылайынан. Сосын қалған қабырғасы бір түзудің бойында жатыр. Мынандай бір түзудің бойында жатыр. Сондай болып жататын бұрыштар сыбайлас бұрыштар деп аталады. Көрдіңдер ме? Сонда мына бұрышым альфа, мына бұрышым бетта болатын болса, мына қабырғам ортақ қоя, мына қабырғам екеуіне де ортақ, ал мына екінші мынау қабырға және мына қабырға олар бір түзудің бойында жатыр. Вот бір қабырғасы ортақ, қалған екі қабырғасы мына бізде бір түзудің бойында жататын болса, онда олар сыбайлас бұрыштар. Яғни, тазасын айтайын, жазыңқы бұрыш болады 180 градустық, соны екіге бөліп алатын бұрыш қой. Сол бізде сыбайлас бұрыштар. 160 градусты бөлсе, мысалы, болмайды. 150-ді бөлсе болмайды. Мысалы, бүйтіп тұрып, мына жерге бүйтіп бұрыш салатын болсам, бұлар сыбайлас бұрыштар емес, мүлдем. Сыбайлас бұрыштар деген әрине 180 градустық бұрышты екіге бөліп алатын бұрыш қой, тазасын айтқанда. Сонда, бұл жерде бізде айтатын нәрсе альфа мен беттаның қосындысы, дәптеріңе жақсылап жазып ал, альфа мен беттаның қосындысы дәл сыбайлас бұрыштар кезінде 180 градусқа тең болады. Осыны жаттап жазып ал. Бұл саған қажет болады. Сонда мына жерде альфа және бетта бұрыштары 180 градус түсіреді. Мысалы, мына 30 градус десе, бірден 180-нен 30-ды ал, ойша, сонда мына жер 150 градус деп айта алуға жетсің. Алдағы уақытта есептер шығарған кезде оқушым осылай сатылап тұрып айта алатындай болу керек. Мысалы, мынаны егер де 120 градус десем, онда сен мынаны 60 градус деп айта алуға жетсің. Главное, екеуінің қосындысы 180 деп қой, мына жазыңқы бұрышты. Вот осындай. Сонда жазыңқы бұрышты екіге бөліп алатын бұрыштар сыбайлас бұрыштар деп те айтсақ болады, басқаша айтқанда. Жақсы, олай болса, бұл сыбайлас бұрыштар деген түсінікті деп ойлаймын. Жақсылап жазып алайық. Мен келесі бетке көшемін. Сонда бұл жерде пайда болып тұрған бұрыштар DAC бұрышы және CAV бұрышы. Осы екеуі сыбайлас бұрыштар. Келесі бетке көштім. Енді вертикаль бұрыштар. Вертикаль бұрыштар дегеніміз не? Екі түзу қиылысқан кезде төрт бұрыш пайда болады дейді. Екі түзу қиылсыншы, любой бір жасты жатқан кезде, любой бір екі түзу осылай қиылса салсын. Сол кезде екі түзу қиылсатын болса, неше бұрыш пайда болады, санайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне осыны айтып жатыр, төрт бұрыш пайда болады деп. Енді айтады, бір-біріне қарама-қарсы жатқан бұрыштар вертикаль бұрыштар деп аталады. Енді бір-біріне қарама-қарсы жатқан бұрыштар қай бұрыштар екендігін айта кетейін. Бұл бізде мына бұрыш пен осыған қарама-қарсы бұрыштың жанындағы бұрышты айтпайсың ғой. Ол мынаусы сыбайлас бұрыш. Не үшін? Себебі бір түзуді екіге бөліп алып тұр бұл бұрыштар. Альфа бетта сыбайлас бұрыштар ғой, былай қарап отырсаң. Бір түзуді былай екіге бөлсе болды ғой, альфа бетта сыбайлас бұрыштар. А бұған мен тиіспеймін. Мен қазір тұрамды айтам. Бұл вертикаль бұрыштарда қарама-қарсы бұрыштар деген ол мына екеуі ғой, міне көрдіңдер ме? Бір-біріне қарама-қарсы жатқан бұрыштар. Мынау альфа болса, мынау да міндетті түрде альфа болады. Сонда міне қараңдар. Мына жер альфа болса, мынау да міндетті түрде альфа болады деп сол үшін жазып қойған. Қарама-қарсы бұрыштар бұл екеуі. Сосын, мынау енді бетта болатын болса, мынау да бетта болады, сол үшін бұлар қарама-қарсы жатқан бұрыштар. Міне бір-біріне қарама-қарсы жатыр да. Вот осыларды вертикаль бұрыштар деп айтады. Сонда альфа мен альфа вертикаль бұрыш, бетта мен бетта бір-біріне вертикаль бұрыш болып есептеледі. Және осы жерде дәптерімізге жазып алайық, вертикаль бұрыштар өзара тең. Осы сөз жазып алайық. Мен бұл сөзді мына жерге если что жазып қоя салайын. Вертикаль бұрыштар өзара тең деп қоям. Ол қалай түсіндіріледі? Мен қазір оны түсіндірем. Вертикаль бұрыштар өзара тең. Ол қалай болады? Мысалы, альфа болса, осыған қарсы жатқан бұрыш тоже альфа болады дейді ғой. Бетта болса, осыған қарама жатқан бұрыш ол да бетта болады. Ол қалай дәлелденеді? Дәлелдеп берейін. Ол былай ғой тазасы. Мысалы, мынандай бір түзу, осы түзуді мына қабырға екіге бөлді. Значит, сыбайлас бұрыштар пайда болды ғой, дәл осының алдындағы сияқты. Былай сыбайлас бұрыштар пайда болды. Онда біреуі альфа болса, екіншісі міндетті түрде бетта болады. Бұл екеуінің қосындысы еще 180. 180-ге тең болады да, көршілес болып жатқандықтан. Енді қараңдар,
давайте мына бұл түзуіміз емес, енді мынау ортақ түзу болсын. Осы жерден былай бөліп жасам. Бұл жерде де сыбайлас бұрыштар пайда болды ғой. Мынау альфа болса, онда оның көршілесі бетта болады. Көрдің ба? Сыбайлас бұрыштар пайда болды бұл жерде де. Мынандай сыбайлас бұрыштар пайда болды ғой. Өсіп тұрған. То есть дұрыс емес сызып қойдым. Міне. Былай тұрған. Бұл екеуінің қосын 180 беру керек. Сонда мынау мысалы 30 болса, мынау қанша болады? 150 болады ғой, я? Енді қара, мынау 30 болса, онда мынау да сыбайлас болса, мынау да 150 болу керек қой. Вот осы кезде уже шығады. Мынау 150 ма, оған қарсы жатқан бұрыш 150 болды. Көрдің ба? Енді мынау бетта. Енді мен қазір бүйтем. Мынаны енді ортақ түзу қылып алам. Мынаны қабырғамен бөлем да 2 бұрыш алам. Бұлар да сыбайлас бұрыштар астындағылар. Сонда бұл да альфа бетта болып жазылды. Енді қараш, мынау 150 болса, мына альфаны қаншаға тең? Әрине, міндетті түрде 30 деп айтасың ғой. Сонда мынау 30 болып еді, мынау да 30 болып кетті. Сол үшін де бұлар вертикаль бұрыштар өзара тең екен. Вот осылай дәлелденеді оқушым. Мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Олай болса, келесі бетке көшемін. Сонда вертикаль бұрыштар өзара тең деп жазып, жақсылап қоршап қойсаң артық етпейді. Жақсы, олай болса, мен келесі бетке көшейін. Сонда жатта болатын нәрсе, мынау 30 болса, мынау да 30 деген сияқты нәрсе ғой. Альфа болса, мынау да альфа. 60 болса, анау да 60. Вот қарама-қарсы бұрыштар тең болады. Әрине, екі түзу қиылысқанда ғана пайда болады бұл. Ал егер бетіп кеп бір түзу кеп, былай бір түзу шықса, бұлар вертикаль бұрыштар емес. Екі түзу нақты қиылысқан кезде ғана пайда болады. Жақсы, келесі бетке көшемін. Келесі бетте енді екі параллель түзу және қиюшы деп жазып қойсаңдар болады. Енді осы жерде дұрыстап оқиық. Екі параллель түзулер мен қиюшы арқылы пайда болған бұрыштарды талқылаймыз. Яғни екі параллель түзу және қиюшы деп жазсаң болады негізі тақырыптың атауынша тақырыпшасын. Енді осы кезде екі параллель түзу деген сөз мынандай бір екі түзу болсын делік. Параллель, бір-біріне қиылыспайтын, қосылмайтын қос қашық. Осыны бір қиюшымен қиып өтеміз да. Осылай қиып тастаймыз. Қиюшымен қиған кезде бізде қанша бұрыш пайда болады? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Дәл осы жерде пайда болған бұрыштар мына жақта қайталанады десем бола ма? Мына 1, 2, 3, 4 деп айтсам, онда дәл осы мына жерде копи-паст қой. Себебі мына түзуді қалай қисам, мына түзуімді тура солай қиям ғой. Мынау өткен сөйтіп келатқан түзу ғой. Мына түзу мынаны қалай қиса, мынаны да тура солай қияды. Онда копи-паст. Онда мынау 1, мынау 2, мынау 3, мынау 4 деген осында қайталанады десем болады. Міне, дәл мына жерде болып жатқан оқиға мына жерде қайталанып жатыр да. Кейде андай болады ғой, бір өмір сүріп келатқан кезде бір кеатасында, мен мына жерден, мынаны бір жерден көрген сияқтымын деп қайталанып кетеді ғой. Оны дежавю деп айтады да ғылымда. Сол сияқты мына жерде де дежавю болады ғой. Мына жерде болып жатқан оқиға мына жақта қайталанады. Енді копи-паст қой тазасын айтқанда. Енді мен аларды өшіре тұрамын, пока что. Жазамда әрдайым артық нәрседі өшіріп отырамын оқушым. Енді мен қазір 8-ге дейін белгілеп қоям бұларды. Мынау 1, 2, 4, дәл сол қайталанып жатыр негіз 1, 2, 4 болып. Просто 5, 6, 7, 8 деп белгілеймін. Не үшін? Бұларға атау беру үшін ғой. Сәйкес бұрыштар, ішкі айқыш бұрыштар, сыртқы бұрыштар деп атауларын беру үшін. Давайте ендеше атауларын беріп түсіндіре кетейін. Мысалы, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп белгілеп қойдық. Себебі альфа, бета, гамма, тета деп белгілеуге қисынсыз болып қалды. Яғни сандармен белгілеп қойдық әдейі. Енді қараңдар. 1 және 5 дейді да. Ол сәйкес бұрыштар. Сәйкес деген не ол? Сәйкестік деген сөз бар ғой, сәйкестік. Мысалы, мен бір нәрсені істесем, мына жақта бір адам тура соны істеп жатса, сәйкестік болып қалады, екеуміздің арамызда. Сол сияқты сәйкес бұрыштар. Мысал үшінге мынау екі параллель түзу, екі бірдей адам деп ойлайық. Екі бірдей адамның мынау іс-әрекеті. Осы кезде қараңыз, қалай қайталанады? Мына жерде болып жатқан оқиға дәл мына жерде қайталанады ғой. Дәл осы ғой, дәл осы қайталанады. Сол үшін де 1 мен 5 сәйкестік болып қаптыр, көрдіңдер ма? Сәйкес бұрыштар. Келесі 2 мен 6, ол да сәйкес бұрыш. 2 мен 6-ны енді көрсетейінші, қалай тұр? 2 мынаның сол жақ бетінде тұр, жоғарғы жағында. Онда мынаның да сол жақ бет жоғарғы жағында жатыр, көрдің ба? Мына қиюшы деп аталады. Мынау қиюшы оқушым. Қазір қиюшы деген кезде не айтып жатқанымды ұмытқама. Мына екі параллель түзу, а мынау бізде қиюшы. Енді қараңдар. Сонда дәл мына жерде болып жатқан оқиға мына жерде қайталанып тұр. Екеуі де қиюшының сол жағында және мына түзулердің, параллель түзулердің жоғарғы жағында жатыр. Сәйкестік. Олай болса 3 пен 7. 3 дегеніміз ол бізде мына жерде тұр. Міне мына жерде тұр. Дәл осы мына сол жақ астында тұр ғой, мына қиюшы мен түзудің сол жағында және астың жағында. Тура сол мына жерде сәйкестік болып тұр ғой, сол жақ астында тұр. Мына 30 градус болса, мынау да 30 болады. Міне сәйкес бұрыш 3 пен 7. Тура сол 4 пен 8-іміз де сәйкес бұрыш болады. 4-те болып жатқан оқиға 8-де де болып жатыр, қайталанады. Вот осы.
сәйкестік деген осы. Сәйкес бұрыштар өзара тең болады. Жаттап алайық, сәйкес бұрыштар өзара тең. Мысалы, мынау 1 мен 5 ол сәйкес қой, сонда мынау 30 градус болса, онда 5-ім тоже 30 градус болады ғой. Тура сондай. Мынау 2 менді 30-дың мына сыбайласы екінші жағында жатқан 150 градус болатын болса, мына жерде 6 дегенім ол тоже 150 болады. Себебі 2 мен 6 ол сәйкес бұрыштар міне. Тура солай сәйкес бұрыштар өзара тең деп жазып, астын сызып қойсаңдар болады. Ендеше мен мына жерде өшіремін, әрмен қарай жалғастырамын енді. Мыналарды алып тастай салайын. Әр нәрсені түсіндіріп, мен сосын алып тастап жатырмын. Негізі мынаның таза бетін ғана жазып алсаң жеткілікті оқушым саған. Енді қара. 3 және 5. Олар ішкі айқыш бұрыштар дейді. Ішкі айқыш бұрыштар деген қандай? Ішкі деген сөзді жаттап алыңыз, ішкі деген. Мынау 2 параллель түзу ғой, бұны енді 2 қамал деп ойлайық. То есть 2 стена деп ойлайық та, 2 стена. Мынау 2 стенаның ішкі жағы. А мына қалған сыртқы жағы ғой, 2 жағы ше. Сонда 2 стенаның мынау қамалдың ішкі жағы деп ойласақ, мынау ортасында болады. Сонда мен қазір 2 параллель түзуімді сызамын, әдемілеп. Мынау 2 параллель түзу, Осы кезде бір қиюшымен қиямын. Қиюшымен қидым. Енді қараңдаршы. Ішкі айқыш бұрыштар деген не? Ішінде жатқан бұрыштар ғой, яғни мында, 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 мында. Яғни қамалдың ішкі жағында жатқан бұрыштарды жазамын. Сыртында бұрыштар жазбаймын. Мынау ғой ішінде жатқан бұрыштар мына. 3, 4, 5, 6. Енді осы кезде айтады, айқыш деген сөз қандай сөз оқушым? Осыны есімізге түсірейік. Қазақта айқыш дегенді қалай айтсақ болады? Қалай түсінсек болады? Айқыш дегенде айқас деген сөзге байланыстырсақ болады, айқас батыр да, қиғашынан кетіп жатыр да. Мынау мынаяқта тұрған былай айқас батыр, мынаяқта тұрған былай кетіп жатыр. Бұл деген сөз крест на крест деп айтсақ болады, яғни мындағы 4 деген, мысалы мындағы 4 дегенім, дәл осыған ішінде жатқан айқыш бұрыш мына жердегі 6 ғой. Көрдің ба? Және мындағы 3 десем бұл жерде. Осыған айқыш бұрыш мынау ғой 5. Көрдің ба? Бұл не деген сөз? Бұл деген айқасып жатыр да. Яғни мына қиюшының біреуі оң жағында жатыр, біреуі сол жағында жатыр. Сол үшін олар айқыш, көрдің ба? Ішінде жатқан айқыш бұрыштар деп аталады бұл ше. Ішкі бөлікте қамалдың ішкі жағында жатыр, және біреуі қиюшының оң жақ бетінде, біреуі осы қиюшының сол жақ бетінде жатыр. Бұл деген сөз айқыш екендігін дәлелдейді. Сонда 3 салайын мына жерде. Сол жақ бетінде жатыр, мына қиюшының сол жағында жатыр. А мынау қиюшының оң жағында жатыр. Екеуі де ішкі жағында жатыр, сол үшін 3 пен 5 ішкі айқыш бұрыштар деп аталады. Және ішкі айқыш бұрыштар өзара тең. Не үшін олар өзара тең деп ойлайсыңдар? Себебі, мен айттым ғой, сыбайлас бұрыштардың қосын 180 градус қой. Мысалы, мына жерде егерде мен альфа деп алсам, бұның сыбайлас бұрышы ол бетта. Себебі 180 градустық бұрышты 2-ге бөліп алып тұр бұл. Дұрыс па? Енді қара. Дәл осы альфа деген мына жерде орындалады альфа болып. Онда мынаның екінші жағы мына бетта болады ғой. Себебі бұл 180 градусты 2-ге бөліп алып тұр. Енді оқушылар, сәйкес бұрыштар өзара тең дедік қой. Сол бойынша мен просто жазып шығайыншы бірінші. Сәйкес бұрыштар өзара тең. Мынау альфа болса, 5-ім тоже альфа. Дұрыс па? Енді қара. Мынауым енді уже бетта болатын болса, онда мынауым тоже бетта. Енді бұл екеуі сәйкес қой. Осы кезде вертикаль бұрыштар өзара тең деген естеріңе түсіріңізші. Жаңа ғана айттым осының алдында вертикаль бұрыштар. Мынау альфа болса, мынау да альфа. Олай болса, мына жерім альфа болса, осыған қарсы жатқан бұрыш мынау 3 қой. Бірге қарсы жатқан бұрыш ол 3. Мынау тоже альфа болады қазір. Көрдің ба? Енді қара, мынау альфа болса, енді екінші жағы не болады? Міндетті түрде бетта болады ғой. Себебі альфа мен беттан қосын 180 деп айттым сендерге. Енді қара, дәл осы 3 пен 7 сәйкес бұрыш еді. Сәйкес бұрыш болған үшін мынау альфа болса, мынау да альфа болады. Тура осылай. Мынау бізде бетта болатын болса, 4 пен 8 сәйкес бұрыш, онда мынау да бетта болады. Енді өзің ойланып қара. Мынау альфа болып тұр, оған ішкі айқыш болып жатқан бұрыш тоже альфа. Көрдің ба? Сол үшін мынау бетта болса, мынау да бетта деп айтатын. Мынау бетта болса, мынау бетта, сол сияқты мынау альфа болса, мынау да альфа. Яғни қиғашынан алған кезде да. Ішкі айқыш бұрыштар өзара тең деген осындай екен оқушым. Жақсылап жазып, әдемілеп бояп қоя сал, Енді мынаны өшірем. Енді сыртқы айқыш бұрыштар. Жаңа ішкіні айттық қой, қамалдың ішкі бетін айттық. Енді қамалдың сыртқы бетін айтайық. Мынау бізде қамал болсын. Сол қиюшы болсын. Енді сыртында жатқан бұрыштар қайсы? Мынау сыртында, мынау сыртында, мынау сыртында, мынау сыртында. Мына жерде бұрыш пайда болған 4 бұрыштың 4-еуі де сыртында жатыр. Енді сыртқы айқыш бұрыштар. Енді қараш, мына жерде егерде мен альфа деп белгілеп алатын болсам, сыртында жатқан осыған айқыш бұрышы қайсы? Айқыш деген мынау мына. Наоборот жақ бетінде жатқан. Тұстас деген бар, ол екеуі де екі бетте жатады. Екеуі де бір бетте жатады. Мына қиюшының біреуі оң жақта, біреуі сол жағында жатыр ғой. Енді сыртқы айқыш бұрыштар
өзара тең дейді. Сол үшін мынау альфа болса, мынау да альфа деп белгілеп қоямын. Тура сол ғой, мынау альфа болса, мынау да альфа. Көрдің ба? 1 мен 7. Олай болса, бұл сыртқы айқыш бұрыштар деп аталады. 1 мен 7. Келесі, егер де мен мына жерде бетта деп белгілеп алатын болсам, сыртында жатқан бұрыш қой. Мына жақта сыртында жатқан бұрыш мынау, және ол айқыш жатыр. Өйткені қиюшының мынау сол жағында жатса, мынау оң жағында жатыр. Көрдің ба? Сол үшін де бұл сыртқы айқыш бұрыштар деп аталады. Сол үшін де бұл мына жер бетта болса, мына жер бетта болып тұр. Сондықтан мен айтам, сыртқы айқыш бұрыштар өзара тең деймін. Вот міне мағынасы осында жатыр. Бұл бетім осымен аяқталды. Келесі бетті көрсем, содан кейін екінші бөлімді де аяқтаймыз. Так, мына жерден мен өшіре салайын. Пока что артық нәрселердің барлығын өшіріп тұрайын. Мына жердің бәрін өшіріп тастай салуға болады. Ендеше мен келесі бетке көшемін. Енді келесі бетте ішкі тұстас және сыртқы тұстас деген бар. Жаңа айқыш дегенді өттік, енді тұстас дегенді өтеміз. Жаңа айқыштардың бәрінде, ішкі айқышта да, сыртқы айқышта да бұлар өзара тең болды. Себебі бұлар вертикаль бұрыш сияқты жатыр ғой, бір-бірімен. Және сәйкес бұрыштар тең, себебі бұлар копи-паст. Ал енді ішкі тұстас пен сыртқы тұстас. Ойланайық. Бізде ішкі тұстас деген не? Мынау қамал болса, екі параллель түзу ғой, мынау қиюшы болсын. Енді ішкі бұрыштар қайсы? Ішкі бұрыштар қамалдың ішінде жатқан мынау. Соның енді айқыш емес тұстас бұрышы ғой, тұстас. Мысалы, мына жердегі бұрышым мен мына жердегі бұрышым ол тұстас. Яғни мынау 4, мынау 5 дедік қой жаңа. Сол екеуі тұстас қой бір-бірімен. Міне. Тұспа-тұс жатыр. Не үшін тұстас? Себебі екеуі де мына қиюшының оң жақ бетінде жатыр ғой. Сол үшін олар тұстас. Міне. Сонда 4 пен 5 ішкі тұстас бұрыштар. Тұстас және ішкі жағында жатыр. Келесі 3 пен 6. 3 деген мында, 6 деген мында. Міне, 3 пен 6. Олар ішкі тұстас бұрыштар бұларда. Не үшін? Себебі ішінде жатыр екеуі де қамалдың және қиюшының сол жақ бетінде жатыр. Сол үшін олар тұспа-тұс келіп тұр. Бір тұста жатыр да олар. Сол жақ бетінде. Олар бір тұста жатыр, оң жақ бетінде деген сияқты. Вот осындай. Сол үшін ішкі тұстас бұрыштар деп аталады. Енді қараңдар оқушылар, осы кезде енді белгілегенімізді есімізге түсірейікші. Мынау альфа болса, мынау да альфа дедік, вертикаль жатқан. Мынау бетта болса, мынау да бетта дедік. И тура солай қайталанады. Альфа, альфа, бетта, бетта болып қайталанады. Сонда өзі екі ақ бұрыш қой, альфа, бетта бүкіл жерде қайталанып жатқан. И бізде айтады, 3 пен 6 қоя, мысалы үшінге. 3 деген ол альфа, 6 деген бетта. Көрдің ба? 3 пен 6 біреу альфа, біреу бетта болып тұр. Альфа мен беттаның қосындысы не еді бізде? 180 градусқа тең ғой. Екеуі тең емес. Альфа, альфа деп тұрған жоқ. Альфа, бетта, көрдің ба? Тұспа-тұс келіп тұр. Олай болса, бұл екеуінің қосындысы 180 береді дейді. 3 пен 6-ның қосындысы. Я болмаса 4 пен 5, бұлар да ішкі тұстас бұрыштар, бұлардың да қосындысы 180-ге тең. Бұларда өзара тең деген нәрсе жоқ тұстастар. Түсінеміз деп ойлаймын. Себебі біреуін логично да қарасақ мынаны қарасаңыз, біреу дәу бұрыш, доғал, ашық кеткен да. Мынау кішкентай бұрыш. Сүйір болып тұр да. Вот содан ақ көруге болады. Бұлар қосындысы 180-ді беретіндігін. Так, енді келесі. Сыртқы тұстас бұрыштар. Сыртқы бұрыштарды енді табайық. Мынаны өшіріп тастаймын. Сөйтемін да енді қамалымды саламын. Мынау бізде қамал болсын. Және қиюшымен қиып тастаймын. Сөйтемін да қазір айтам. Сыртқы тұстас деген не? Сыртында жатқан бұрыштар мыналар. Екеуі де қамалдың сырт жағында жатыр, екі беті де. Сонда тұстас бұрыштар деген, жаңа сыртқы айқыш бұрыштар деген таптық қой. Мысалы, мына жер 1 болса, оған айқыш жатқан 7 еді. Мына жер 2 болса, оған сыртқы айқыш болып жатқан 8 еді да. Олар өзара тең еді еще. Бізде наоборот. 1 мен 8 тұспа-тұс келіп тұр ғой. Сыртында жатыр. Екеуі де мына қамалдың ішкі жағында жатқан жоқ қой. Наоборот, сыртында жатыр. Еще қиюшының екеуі де оң жағында жатыр. Сол үшін бұлар тұстас, сыртқы тұстас бұрыштар. Міне. 1 мен 8 деп сол үшін айтқан. Келесі 2 мен 7. Міне 2 мен 7 сыртында жатыр. Еще қиюшының екеуі де сол жағында, сол үшін сыртқы тұстас. Және бұлардың қосындысы 180 градусты береді. Жазып алайық, міндетті түрде қажет болады. Бұлардың қосындысы 180-ді береді. Неге? Себебі мынау 2 дегеніміз бетта болып тұр, 7 дегеніміз альфа болып белгіленіп тұр. Олай болса, альфа мен беттаның қосындысы 180-ге тең еді ғой. Сол үшін де бұлардың қосындысы 180-ге тең. Өзара тең деген әңгіме жоқ бұларда. Жақсы. Енді мен бәрін өшірем. Және бір ғана нәрсе сызам да бір қорытындылаймын. Мынада 2 параллель түзу және қиюшы берілсін. Осы кезде мен қазір былай айта саламын. Мынау альфа болса, оның сыбайлас бұрышы бетта болсын. Енді қара, вертикаль бұрыштар өзара тең дедік қой. Вертикаль бұрыш деген мынау альфаға былай қарама-қарсы жатқан бұрыш қой. Мынау да альфа болады. Мынау бетта болса, мынау да бетта болады. Не үшін? Себебі жаңа ғана вертикаль бұрыштар өзара тең деп айтып кеткен болатынмын, иә? Мына жерде пайда болған бұрыштар өзара тең болады деп. Альфа, альфа,
бета деп тура сол. Енді тура осы нәрсе мына жақта копи паст болады дедім ғой. Альфа бета дегенде альфа бета дей саламын. Болды, осы ғой. Сонда қайсылары өзара бір-бірімен тең, қайсылары қосындысы 180 екені көрініп тұр, болды. Қайсысы сыртқы айқыш, қайсысы ішкі айқыш, қайсысы сыртқы тұстас, қайсысы ішкі тұстас. Сосын қайсысы сәйкес деген сияқты. Осылардың барлығын бір қайталап өт оқушым. Сонда ғана сенде жақсы нәтиже болатынына мен сенемін. Өзі екі ақ түрлі бұрыш қой пайда болған, альфа бета деген. Болды, сол қайталана береді. Жақсы, осыменен менің бұл геометриялық ұғымдар тақырыбына арналған кезекті видео сабағымның осы екінші бөлім аяқталады. Қазір үшінші бөлімнен бастап есептер шығаратын боламыз. Ендеше есептер шығару бөлімінде, яғни практикалық бөлімде кездеспес бұрын алдымен барлығын жақсылап қайталап ал, үйреніп ал алтыным, содан кейін барып келесі бөлімге өте қой. Сонда ғана жақсы нәтиже болмақ. Ендеше үшінші бөлімде жүздескенше.